Сәлем достар, мен бүгін киілмей тұрған киімді жаңартатын боламын. Әуелі каналыма жазып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Мен әуелі бұл киімді қысқарту үшін өзінің баламның киіп жүрген күнделікті бір киімін алып, сол бойынша өлшеп қысқартатын боламын. Әуелі бүкіл детальдарын жеңінен бастап сөгіп шығамын. Манжеттерін, мойын бөліктерін барлығын бөлек-бөлек сөгіп алатын боламын. Барлық детальдарын сөгіп болғаннан кейін мен манжеттерден бастайын. Бірінші астыңғы бөлікті теңестіріп алып, өлшеп алып, қырқып алатын боламын. Және содан кейін жеңдерінде дәл солай етіп өлшеп, артығын қырқып алып тастаймыз. Одан кейін артқы бөліктен бастап киімді қойып, жақсылап жайып алып, ручкамен белгілеп сызып шығамыз. Және сол бойынша қырқып алатын боламыз. Енді алдыңғы бөлігін артқы бой бойынша өлшеп алатын боламын. Өйткені мұнда алдыңғы бөлік шамалы, алдыңғы бөліктің шамалы ойығы болады. Сондықтан сол бойынша қырқып, артқы бөлікті қойып қырқып алатын боламын. Алдыңғы бөліктің алдыңғы жағы ойық болады, оны өлшеп аламыз. Киім бойынша соны өлшеп, айналдырып қырқып алатын боламыз. Жеңіне келгенде осылай жеңін қойып, жақсылап өлшеп аламыз. Бірақ жеңінде мен оң жағынан өлшедім, өйткені мына жақта суреті болды. Сол суреті қисық кетіп қалмас үшін оң жақ бетінен өлшеп алдым. Алдыңғы жақ бөлігін қырыққан кезде шамалы ойықтау ғып қырқып аламыз. Өйткені алдыңғы жақ сәл солай ойық болады. Жеңдерін екінші жеңін мен осылай өлшеп аламын. Сурет бойынша екеуін теңестіріп алатын боламын. Өйткені екі сурет екі түрлі болып қалмас үшін осылай теңестіріп алып қырқып шығатын боламын. Енді мен қалып кеткен детальдарын, манжетін, астыңғы манжетті пішіп алғам. Енді қолы мен мойны қалған, соны өлшеп пішіп алатын болам. Ол үшін манжетпен мына манжетті қойып, теңестіріп алып, артық жерін кесіп тастаймын.
тігуді мен манжеттерден бастаймын. Манжетті осылайынан қосып шығатын боламын барлығын. Содан кейін ол бөліктерді жақсылап өтектеп алу керек. Енді негізгі бөліктерін оверлокпенен қосып алатын боламын мен. Әуелі инелерді қадап, екі иығынан бастап оверлоктап шығамын. Иықтарын қосып болғаннан кейін мен осылай жеңдерін осылайынан қосып алатын боламын. Алдыңғы бөлікпен теңестіріп, жақсылап инемен қадап, оверлокпенен сырылдатып тігіп шығамын. Оверлоктаған кезде жақсылап инесін алып отырып оверлоктау керек, әйтпесе инесіне тиіп кетсе, ол сынып кететін болады. Бірінші жағын болғаннан кейін екінші жағында тура осындай етіп инемен қадап, оны да оверлоктап алатын боламыз. Осылай екі жеңін қосқаннан кейін біз жаңағыдай екі боковойында бірден оверлоктап аламыз. Осылай жақсылап қойып, инемен қадап, бұны да оверлоктап алатын боламыз. Екі боковойды жеңмен екі боковойды қосып аламыз. Екі боковойын осылайынан қосып алдық. Енді манжеттерін тігіп алатын боламыз. Ол үшін әуелі манжеттерді жатқызып, жақсылап осылайынан өтектеп аламыз. Мойнына келгенде осылайынан домалақтап, инемен қадап алып, жақсылап бұнда осылайынан дәл осылай етіп өтектеп алатын боламыз. Бұл мойынға жақсы тұру үшін. Содан кейін осылай оң айналдырып астыңғы манжеттен бастаймыз. Ол үшін әуелі манжетімізді төрт бөлікке осылай қадап аламыз да төрт бөлікке бөлеміз. Негізгі бөлікті де дәл солай төрт бөлікке бөліп, теңестіріп тігіп шығатын боламыз.
Осылайынан 4 бөлікке бөлдік. Одан кейін басқа жерлерінде тура етіп қадап алдық. Мен тігін машинкамен тігіп шықтым. Негізі оверлокпен де бірден оверлокпен тіксеңіздер де болады. Тіккен бөлігімді оверлокпенен зырылдатып тігіп шықтым. Оверлоктап болғаннан кейін оң жақ бетінен манжет жақсы жату үшін 0,5 етіп тігіп алдым. Астым болғаннан кейін енді жеңінің манжеттерінде дәл осындай етіп инемен қадап, айналдырып оверлокпенен тігіп шығатын боламын. Манжеттерін тігіп болғаннан кейін енді мен мойын бөлігіне көшемін. Бұны жақсылап өтектеп алғаннан кейін тоже бағана астыңғы манжетті тіккенде 4 бөлікке бөліп инемен қадап алатын боламын. Және мойын ойындысын да тура сондай етіп екі иықтарын теңестіріп, оны да инемен 4 бөлікке бөліп алып теңестіретін боламыз. Осылай екі иығын бір-бірімен теңестіріп алғаннан кейін екі жанын белгілейміз. Содан кейін 4-ші бөлікті осылайынан инеменен теңестіріп белгілеп шығамыз. Достар, менің каналыма подписаться етіп, келесі видеомды көру үшін қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Оверлоктап алғаннан кейін енді осы мойын бөлігінде 0,5 етіп машинкамен тігіп алатын боламыз. Мойын бөлігін тігіп болдым. Енді менде дәл осындай киім шықты. Өте денесіне қонымды тұрды, манжеттері де жақсы жатты. Сіздерде үйде киілмей жатқан киімдерді осылай тігіп алсаңыздар болады.